Ұстаздар, ақ жүректі ардажандар, адамзат құндылығын жалғағандар. Ең қиын шақтарда да білім беріп, ең ұлық мамандықты таңдағандар. Мен қарапайым ғана ауыл, Қарағанды облысы Шет ауданындағы Жамбыл Ақылбаев атындағы мектеп гимназиясында 15 жыл қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі болып қызмет атқарамын. Сабақтардың сабағы әдебиет пен тіл деседі. Өйткені жазушы мен мұғалімнің бірігіп, оқушының жан дүниесін жасап шығаратын ортасы бұл. Пікір алысатын, сынайтын, ой қорытатын өмірлік сабақ алатын алаң. Егер шәкіртіңіз пікіріңізбен келіспесе, қуаныңыз. Себебі ол өз ойын дәлелдеуге тырысып жатыр ғой. Ал төрдегі орынды мұғалімге лайық көрген арыстарымыздың үмітін бүгінгі ұстаздар ақтай алып жүрміз бе? Парақшамды аштым да, қазіргі таңда мұғалімдерге және жоғарғы сынып оқушыларына эссе жазуды үйретудемін. Онлайн форматта Zoom платформасында өткізіп отырамын. Оған Қазақстанның түпкір-түпкірінен қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі, бір қызығы музыка пәні мұғалімдері, орыс тілінің мұғалімі, бастауыш сынып пәні мұғалімдері қатысады. Себебі олар заманға, талапқа сай болғылары келеді. Бала әділетсіз жазалаудан, үздіксіз ескерту жасай беруден не істеу керек екенін білмей, өз-өзіне сенімсіз бола бастайтынын үнемі ескересіз бе? Шәкіртіңіздің мінезін өзгертемін деп емес, жақсы жақтарын байқап дамытуды басты назарға алу керек екендігін назарда ұстайсыз ба? Бастысы, білімді басқа тоқыған интеллектуалды монстрларды емес, сол бастағы білімді жүрекке өткізе білген, рухани таза, кішіпейіл, мейірімді, қазақи болмысты, ұлттық құндылықты бойына сіңіре білген ел азаматтарын тәрбиелеуді басты назарға қойып отырмын. Баланың қайғысы мұғалімнің жақсы оқитын және жаман оқитын бала деп бөлуінен басталатынын қаншалықты енді жаңа ескересіз? Саруар мырзаның айтқан сөзі, мен бір жағынан дегенді Саян мырза, Сәкен мырзада түртіп қалды. Енді мен айтқым келеді, мүмкін Саруар шында бір жағынан бақытты шығар, енді мен барлық қырынан мен бақыттымын деп ойлаймын. Неге? Себебі мен барлық оқушыларымды жақсы көрем, және мен оларда мені жақсы көретінін білемін. Менің ұстаздарым оны әуел бастан ұстаздық ұстаным деп қалыптастырған. Мен енді өзімнің ұстаздарымды атап өткім келеді. Ерекше Ермекүл Қалықбайқызы менің алғашқы ұстазым, одан кейін жалғаған Жұқанова Гүлшара Шәукейқызы, математика пән мұғалімі сынып жетекшім Құтжанова Шолпан Жұматайқызы, қазақ тілінің сара жолын маған ерекше сіңіріп берген Абдрахманова Манап Қарашолаққызын алғысымды білдіремін. Гимназия сыныбына мен қызық оқиға болып, университет деп бір мектептен бір мектепке ауысқан болатынмын. Сол кезде мені қабылдаған 26-шы қылып қабылдаған Райза Жотабаевнаға көп рахмет. Рухы кенжелеген баладан ел тізгінін ұстар азамат қалыптаспайды. Ендеше барлығымызға сүттің қаймақтарын тәрбиелеп шығару бұйырсын. Ләйім солай болғай.